Қайырлы таң, сағат 6, 15 мамыр 2025 жыл. Ерте кездерде Мұхтар Шаханов атамыздың өлеңдерін жаттап жүруші едік. Бүгін соның біреу еске түсіп жатыр баяғы. Тағдырыңда тамырсыздық індетінен қалқала, мазмұн жоқтан мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқада өміріне етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, болу керек қасиетті төрт ана. Туған жері төп қазық айбыны, туған тілі мәңгінігі айдыны. Жан байлығы салт дәстүрі, тірегі адамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ төрт анаға тең келер, онсыз санаң қаңбақ құсап сенделер. Өзгенің ұлылығын танымас төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана тағдырыңның тынысы, төрт ана үшін болған күрестердің ұлысы дейді. Төрт анаң заман болсын. Лайк басып достарыңызға жіберіп қосылып алуды ұмытпаңыздар.